Ал ресейлік көрермендер қазақ операсының інжу маржаны саналатын Біржан Сараны тамашалайтын болды. Әлемдік турне аясында Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры алғашқы гастрольдік сапарын Санкт-Петербург қаласынан бастады. Жерлестеріміз атақты Мариин театрының жаңа және ескі сахнасында 8 наурыздан бастап 3 күн бойы өнер көрсетеді. Ертеңгі қойылым қарсаңда театр ұжымы арнайы баспасөз конференциясын өткізді. Өнер ордасының директоры Төлеген Мұхамеджановтың айтуынша, Астана опера Санкт-Петербургке Мариин театрының көркемдік жетекшісі Валерий Гергиевтің шақыртуымен арнайы келіп отыр. Алдағы уақытта Астана опера театры қазақ өнерін дүние жүзіне паш ету үшін әлемнің өзге елдеріне де гастрольмен барады. Бұл тек қана бастамасы. Мариинский театр біздің елімізге қазан айында гастрольге келеді. Біз енді осындай қарым-қатынас арқылы өзара меморандум қабылдаймыз деп ойлаймыз. Біз 10 театрмен бүгінгі күні меморандумға қол қойдық. Оның ішінде Рим операсы, оның ішінде София театры бар, оның ішінде Шанхай театры бар, оның ішінде Тбилиси театры, көптеген көп театрлар бар.